Амансыздар ма оқырмандар, арнама қош келдіңіздер. Мені әрқашан қолдап, лүпіл басып, тіркеліп жатқан әрбір жанға алғысым шексіз. Күндеріңіз берекелі болсын, баршаңызға рахмет. Адамның жақсы болуы тегінде емес, тәрбиесінде, ақылында, өнер білімінде. Адамға үш алуан адамнан мінез жұғады: ата-анадан, ұстазынан, құрбысынан. Әсіресе олардың қайсысын жақсы көрсе, содан көп жұғады. Кел балалар оқылық, бір Аллаға сыйынып, кел балалар оқылық, оқығанды көңілге ықыласпен тоқылық. Оқысаңыз балалар, шамнан шырақ жағылар, тілегенің алдыңнан іздемей-ақ табылар. Адамның басына қонған бақыттың тұрақты болуы жақсы мінез құлыққа байланысты. Мінез бен ақыл жарасса, адамгершілік ұтады. Ертегісіз өскен бала рухани мүгедек адам. Біздің қазіргі балаларымызға әжелері не шешелері ертек айта бермейді, содан қорқам. Қызы жақсы бір бақыт, ұлы жақсы мың бақыт, келіні жақсы шын бақыт. Адам өзінің ауырғанын сезінсе, демек ол тірі. Ал өзгенің жан ауруын сезе білсе, онда ол нағыз адам. Өмірдің қиын ережелері. Ешкім сенің қамыңды шынымен ойламайды. Сондықтан адамдардың айтқан сөздеріне көп мән берме. Әрбір істің басында қиын болады. Өзіңе берік және сабырлы бол. Уақыт өте келе еңбегің ақталады. Өмірің қиын немесе жеңіл кезең болса да, ол кезең уақытша екенін ұмытпа. Сол кезде сен әр затқа сабырлықпен қарап үйренесің. Үлгі тұтатын адамдардан кеңес ал. Мүмкін сен байқамай жүрген заттар туралы айтар. Жетістіктің алдында мыңдаған сәтсіздік болады. Оларға мән берме. Бастысы тұрақты әрекет жасау. Үй ішінен үй бөліп шығарсаң, елің жоғалмас. Ұлың үйлі болса, көз алдыңда, қызың үйлі болса, ел алдында деп ата-бабамыз қыздың бағын байлау, елдің бағын байлағанмен бірдей деп ұққан. Ұлдың еншісі есігіңнің қарауылы, қыздың еншісі бесігіңнің қарауылы деген өсиетті дербі салды ұлы Қанай датқа бел баласы Қанбас батырға былай деп айтыпты: ұлды үйлендіру шаңырақтың жолы, қызды ұзату жол атасы әруақтың жолы. Ұлды үйлендіру немеренің күймесі, қызды ұзату елдің киесі. Киесіне келгенде абай болсын иесі. Асып тасыса да қу дүниесі. Ұлдан немере сүйсең, көзің жоғалмас. Қыздан немере сүйсең, ізің жоғалмас. Ізің мен көзің тұрғанда, елің жоғалмас. Баяғыда бір данышпан ұлына 3 өсиет айтыпты. Жесең, ең дәмді тағамдарды же. Ұйықтағанда ең рахат төсекте ұйықта. Өмір сүрсең, ең бай болып өмір сүр депті. Ұлы әкесінен: әкетайым, ең дәмді тағамды қайдан табамын? Адал жолмен тап, қарның ашпастан тамақ жеме. Қарның қатты ашса, қалаған тамақ дәмді болады. Ең жұмсақ төсекті қайдан аламын? Еңбекқор бол, қатты шаршасаң, саған қалаған жер жұмсақ төсектей рахат болады. Қалай бай болайын деген соңғы сұрағына әкесі: басқалардың дүниесіне тамсана қарама, өзіңнің мүлкіңе қанағат жаса. Сол кезде сенен бай адам болмайды балам деп жауап қатыпты. Сабырлы бол. Жүдетсе де дүниенің жыртығы, жолықса да қиындықтар мың түрлі. Барлығына сабыр етіп қарасаң, бір бақыттың жолығады бір күні. Не десе де, не қылса да айналаң, бар күшіңді өзің үшін пайдалан. Аңқау болсаң жұлып жейтін адам бар,
ауыздағы тамағыңды шайнаған. Ешкім сенің сипамайды басыңнан, құлай қалсаң аттап өтер қасыңнан. Бірін-бірі аямайтын заманда еш уақытта үміт күтпе досыңнан. Әр сынақта қарсы тұр да төзім қыл, тыңдай берме әркім айтқан сөзін бір-ақ рет берілетін өмірді қалай сүру керектігін өзің біл.